Оқиға Қытайда жыл сайын өтетін алтын жұмыртқа сайысына дайындық жасап, өз тобын ұйымдастырып жүрген Лаң есімді ел арасында Айдахар атымен танымал жігіттен басталады. Бұл жарыс әртүрлі жекпе-жек мектептеріне шыққан ең мықты жастардың қатысуымен өтетін аса беделді турнир болатын. Айдахар бұл сайыста жыл сайын жеңіліп қалуымен танымал еді. Себебі ол сабақтағы жаттығулардан қашып, көбіне ойын-сауықпен айналысатын. Жарыстың басты мақсаты алтын жұмыртқаға бірінші болып жетіп, оны иемдену. Жеңіс сол мақсатқа бірінші жеткен командаға беріледі. Алтын жұмыртқа Эйфель мұнарасымен шамалас биіктікте ілініп тұрған еді. Жарылыс басталысымен барлық қатысушылар бар жылдамдықпен жұмыртқаға қарай ұмтылып, айнала нағыз бей-берекет айқас алаңына айналды. Қаланы мекендеген халық түгел дерлік турнирді тамашалауға жиналып, Айдахардың командасына жанкүйер болды. Қатысушылар алтын жұмыртқаны алу үшін Қытай кунг-фуның барлық айла тәсілдерін қолданып, бір-бірімен аяусыз шайқасады. Көптеген жас спортшылар ауыр жарақат алып, тіпті сүйектері сынғандарды болады. Жарыс өте қатыгез әрі қызу өтті. Осы шайқастың қызған шағында Айдахардың ерекше шеберлігі мен жылдамдығы анық көрінді. Ол тоқтаусыз шабатын аттай шаршамай жүгіріп, қарсылас мектептердің шәкірттерінен озып шықты да, алтын жұмыртқаны көз ілеспес жылдамдықпен тартып алады. Зымырандай жүйткіп, үлкен қиындықпен болса да, турнирде жеңіске жетеді. Осылайша ол өз командасы мен мектебіне алғашқы жеңіс сыйлап, қала халқын таңғалдырады. Достары оны зор қуанышпен құттықтайды. Қалаға қайтып келген соң оларды ұстаз Тин қарсы алып, алдағы жекпе-жек футбол жарысына дайындалу үшін мектепке қайтуға бұйырады. Алайда жігіттер оны алдап, рұқсат алып кетуге қол жеткізді. Айдахар Марспен екеуінің де ғашық болған қызы жайында сөйлесті. Ол қыз достықтарына қауіп төндіріп тұрғанын айтып, Марсқа уәде береді. Өзі одан бас тартатынын және жақындамайтынын айтады. Марс бұл уәдесіне ризашылық білдірді. Бір күні әлгі қыз жалғыз келе жатқанда екі бұзақы пайда болып, оны мазалап шабуыл жасауға тырысады. Марс оны қорғап, қыздың ықыласына бөлену үшін күшін көрсеткісі келді. Бірақ күтпеген жерден Айдахар көлеңкедей пайда болып, бұзақыларды жеңіп, қызды құтқарып қалады. Бұл жағдай Марсты ашуға булықтырды. Өйткені Айдахар уәдесін бұзып, қызға араласпаймын деген сөзінде тұрмады. Марс өз құқығын қорғау үшін Айдахарға қарсы қатты шабуыл жасайды. Бұрынғы берік достықтарына қарамастан, екеуі қыз үшін аяусыз төбелесті. Нарық іші у-шу болып халық жиналды. Сол сәтте ұстаз Тин келіп, күшпен төбелесті тоқтатады. Осылайша Айдахар ең жақын досынан айырылды. Қыз да кетіп қалды, ал әкесі оған қатты ашуланды. Арада біраз уақыт өткен соң ұстаз Тин мектепте ұлы Айдахарға тосын сынақ өткізеді. Ол оның сабақ оқымайтын, нашар оқушы екенін жақсы білетін. Емтихан басталғанда Айдахар әдетінше аяқ киімінің ішіне жасырған қағаздан көшіре бастады. Сонымен қатар жемқор мұғалім де оған жасырын көмектесіп, еден астынан жауаптар беріп отырды. Тіпті жауап парағы әкесінің арқасына жабыстырылып, сол жерден көшіруге мүмкіндік алды. Осылайша Айдахар зор қиындықпен болса да емтиханын өтті. Кейін ұстаз Тин Айдахарды Марстың әкесіне ертіп барып, екі досты қайта татуластыруға тырысады. Айдахар Марстың алдында өзін кінәлі сезініп, уәдесін бұзған үшін ұялды. Уақыт өте келе, екеуі бұрынғы достықтарының беріктігінің арқасында қайта татуласады. Марс Айдахарды үйдің ішін аралатып, әкесінің ерекше мылтығын көрсетеді. Екі ақымақ дос оны зиянсыз деп ойлап ойнамақ болады. Бірақ абайсызда атып жіберіп, төбені тесіп алады да, үлкен апаттың сәл алдында қалды. Абырой болғанда ешқайсысы зардап шекпеді. Оқиға әрі қарай антиквариат сатушылардан құралған қылмыскерлер тобына ауысады. Олар өздерінен өте қымбат асыл тастың жоғалып кеткенін байқап, қатты таңғалады. Күдік топ мүшелерінің бірі Стюартқа түсті. Топтағы ең қарт мүшелердің бірі Стюартқа біреу ұрланған асыл тасты білдірмей қойып кеткен еді. Тінту кезінде олар асыл тасты Стюарттың сейфінен тауып алып, оны сатқын деп есептеді. Ашуға булыққан қылмыскерлер оны суыққанды түрде өлтірмек болады. Стюарт асыл тасты алып зымырандай жүйткіп қашып шықты. Алайда бұрынғы серіктері оны аяусыз қуып, жасырын жоспарлы әшкереленген соң, ол өзін қорғау үшін олармен бетпе-бет келуге мәжбүр болады. Барлық талпыныстары нәтиже бермей, қылмыскерлер тобы түгелі бірігіп, Стюартты өлтіріп
өлтірмек болды. Сол сәтте ол орманға қарай қашуға шешім қабылдайды. Алайда дәл осы уақытта Стюарт қашып бара жатқанда Марс пен тентек жас айдаһар түскі асқа ұстау үшін бір тауықты қуып жүрген еді. Ештеңеден хабарсыз олар байқамай қылмыскерлердің жасырын мекеніне жақындап қалды. Тіпті Стюарт тығылып отырған өсімдіктері қалың аймаққа кіріп кетті. Ал қылмыскерлер оларды жан-жақтан қоршап, бір ғана қимылды күтіп тұрды. Осы кезде екі ақымақ Марс пен айдаһар тауықты ұстап алады. Бірақ бірден қылмыскерлердің қолына түсіп, Стюарттың сыбайластары деп ойлаған бандиттерден қатты соққы жейді. Біраз уақыттан кейін ғана қылмыскерлер олардың жай ғана қарапайым жастар екенін түсініп, тиіспей қоя береді. Олар Стюартты сатқын деп санап, бағалы асыл тасын ұрлады деп ойлап, оны түбегейлі жою үшін іздеуді жалғастырады. Келесі күні қалада айдаһар мектебі мен қарсылас мектеп арасында бадминтон футбол ойыны ұйымдастырылады. Бұл ойын кәдімгі футболға ұқсас. Қарсылас қақпаға көп гол соққан команда жеңімпаз атанады. Алайда бұл спорт түрі күрделі акробатикалық қозғалыстарды допта аса шебер бақылауды талап етеді. Ойынның басында қарсылас команда айдаһар мен оның достарын толық басымдылықпен жеңіп, қақпашыны аң-таң қалдырған шабуылдар жасап отырады. Өкінішке орай бірінші таймда айдаһардың командасы 0-3 есебімен жеңіліп жатты. Бірақ уақыт өте келе айдаһар өзі ұнататын қыздың көрермендер арасында отырғанын байқап қалады. Сол сәттен бастап оның ойыны мүлде өзгеріп, сәтсіз ойыншыдан Бразилияның кәсіби футболшысындай шебер ойыншыға айналады. Ол қатарынан 3 гол соғып, есепті теңестіреді. Алайда соңғы 10 секундта қарсылас командаға пенальти берілді. Егер олар гол соқса, матчта жеңіске жетер еді. Бірақ бақтарына орай қақпашы болып тұрған Марс допты шеберлікпен қайтарды. Ол допты көзделеспес жылдамдықпен айдаһарға беріп, соңғы секундта жеңіс голы соғылды. Айдаһар мен оның достары жеңіске қатты қуанды. Бірақ сол қуаныштың әсерімен айдаһар допты көрермендерге теуіп жіберді. Өкінішке қарай доп өзі ұнататын қыздың бетіне тиіп кетті. Қыз қатты ашуланды. Айдаһар шошып кетіп, онымен татуласу үшін артынан жүгіреді. Бірақ қыз есікті тарс жауып, оны менсінбей қуып жібереді. Осы кезде Марс досына көмектесу үшін әрі ақымақ, әрі тапқыр бір ой ұсынды. Ол айдаһарға кешірім хатын жазып, оны батпырауыққа байлап, қыздың үйіне ұшыруды айтты. Қыздың аты Ли еді. Айдаһар шынында да кешірім хатын жазып, достарының көмегімен оны батпырауыққа байлайды. Алайда батпырауық көкке көтерілген сәтте жібі үзіліп кетіп, хатты жермен алысқа ұшып кетті. Айдаһар қатты қапаланып, не істерін білмей қалады. Бірақ кейін батпырауықтың қаңырап қалғандай көрінетін бір үйдің үстіне түскенін байқайды. Ол хат үшін өмірін қатерге тігуге бел буды. Айдаһар үйдің қабырғасына өрмелеп, ұрыдай тыныш қимылдап ішке кіреді. Бірақ бұл үй бұрын кездескен антиквариат сатушы қылмыскерлердің мекені болып шықты. Олар ішінде ұрланған жәдігерлермен айналысып жатқан еді. Айдаһар шатырға шығып, батпырауықты ізде бастайды. Сол жерде абайсызда шу шығарып, қылмыскерлерге өзін байқатып қойды. Батпырауықты алмақ болған сәтінде төменнен қылмыскерлер найзаларымен шабуыл жасап, оны қояндай өлтірмек болады. Бірақ айдаһар найзағайдай жылдам қимылдап, бәрінен сытылып шығып, ақыры батпырауықты қолға түсіреді. Төбеден түсе бергенде оны жан-жақтан қоршап тұрған қылмыскерлерді көреді. Есіктердің бәрі жабық, қашатын жол жоқ. Сол кезде банда басшысы шығып, адамдарына айдаһарға тиіспеуді бұйырады. Ол айдаһардың әкесі қаладағы атақты кунг-фу шебер екенін білетін. Егер оның ұлын өлтірсе, әкесі оларды аяусыз қолайтынын түсінеді. Айдаһар көзді ашып жұмғанша сол жерден қашып құтылды. Тірі қалғанына өзі де сене алмайды. Кейін үйіне оралған айдаһар анасының Лидің үйіне барып, оны ұлына айттыруға барған білді. Мұны естігенде ол қатты қуанып, бірден Лимен кездесуге жүгіреді. Бірақ дәл сол уақытта қылмыскерлердің екі мүшесі сол маңда жүрді. Ауыр жараланған Стюарт олардан қашып бара жатқан еді. Қылмыскерлер сол жерге басып кіріп, бейшара Стюартты аяусыз соққыға жығады. Марс жалғыз болғаны қарамастан оған көмектесуге тырысты. Бірақ қылмыскерлер оны бас салып ұстап, сабап қорлады. Бұл көріністі көрген айдаһар қатты ашуланады. Өйткені Марс оның досы еді. Оның үстіне мұның бәрі айдаһар сүйетін Лидің көз алдында болып жатты. Сол сәтте айдаһар өз батылдығы мен күшін дәлелдеуге шешім қабылдап,
Қылмыскерлерге жалғыз өзі қарсы шығады. Ол олармен бірінен соң бірін шайқасады. Әрине саны көп болғандықтан Айдаһар қатты соққы жейді. Бірақ ол арыстандай төзімділік танытып, бәріне шыдайды. Себебі ол бұл шайқаста жеңіле алмайтынын білді. Әйтпесе көпшіліктің алдында әлсіз болып көрінер еді. Ол айқасқа тағы да жыртқыш аңдай қайта кіреді. Найзағайдай жылдамдықпен дауылдай тасқындап соғысып, қылмыскерлерді жермен жексен етіп, толықтай басымдық көрсетті. Ақырында ол қалған достарын жинап үлгеріп, қылмыскерлерді қорқытып, үріккен мысықтай қашуға мәжбүр етті. Осыдан кейін Айдаһар мен Марс Стюартты алып кетіп, оның жараларын емдеуге тырысады. Сол жерде Стюарттың бұрын антиквариат сатушы қылмыскерлер тобымен бірге жұмыс істегені белгілі болды. Алайда ар ожданы оянып, ол оларды сатып кеткен екен. Ол ұрланған тарихи жәдігерлерді Қытай үкіметіне қайтарғысы келген. Сол себепті қылмыскерлер оны өлтірмек болған. Ал бұл кезде банда басшысы Стюарттың қашып кеткеніне қатты ашуланып отырады. Кенет тыңшылардың бірі оған Стюарттың қай жерде жасырынғанын хабарлайды. Айдаһар соққыға жыққан екі қылмыскер басшыға оралып, болған жағдайдың бәрін баяндайды. Сонда банда басшысы барлық адамдарды және қару-жарақты жинап, Айдаһарды толықтай жоюды бұйырады. Келесі күні Айдаһар Стюарт жасырынған жерге қайта оралады. Марстың өзін бір түрлі ұстап жүргенін байқайды. Алғашында ол ештеңе түсінбейді, бірақ данышпандай зерек ақылын қолданып, қылмыскерлердің тығылып тұзақ құрып жатқанын аңғарады. Айдаһар өзін ештеңеден хабарсыз адамдай көрсетіп, ғимаратқа қайта кіреді. Жыландай сырғып үнсіз ішке өтті. Дәл сол сәтте қылмыскерлердің бірі Стюартты суыққанды түрде өлтірмек болады. Бірақ Айдаһар найзағайдай жылдамдықпен оған тап беріп, аяусыз соққы жасайды. Алайда аңызға айналар шайқас басталмай жатып, қылмыскерлердің бірі кенеттен артынан шабуыл жасап, Айдаһарды басып тастады. Стюарт әрине Айдаһар мен Марсқа көмектері үшін алғыс айтады. Бірақ сол сәтте нағыз банда басшысы пайда болады. Ол Стюартты атып бір жола көзін жойды. Бұл адам аса қауіпті, қатыгез әрі тәжірибелі жекпе-жек шеберіне ұқсайтын. Алғашында Марс пен Айдаһар оны оңай жеңеміз деп ойлайды, бағаламайды. Бірақ оның зымырандай жылдам, жыртқыштай күшті екенін білмеді. Ол екеуін де оңай басып тастады. Өкінішке қарай бұл жауыз қылмыскер Марстың әкесін тұтқынға алып, оған зиян келтіремін деп қорқытады. Марс ашуға булығып, өзін ұстай алмай, есалаңдай банда басшысына ұмтылады. Басшысы Марстың ашуын өз пайдасына қолданып, Қытайдағы ең қауіпті кунг-фу тәсілдерін пайдаланып, оның сүйектерін сындырып, қозғала алмайтындай халге түсіреді. Енді жалғыз үміт Айдаһар ғана еді. Ол жақын досы үшін қатты қайғыратты, оның кегін қайтару үшін шайқасқа кіріседі. Бірақ банда басшысы күші таусылмайтын супер қаһарман секілді болатын. Уақыт өте келе Айдаһар өзінің шынайы күшін босатуға бел буды. Бақытына қарай ол қарсыласының соққыларынан жалтарып, бұрын соңды болмаған жылдамдықпен бүкіл әскерді жойып жіберердей өлімге әкелетін шабуыл дауылын іске қосады. Дауылдай соғып, банда басшысын аяусыз жеңді. Ол сәтін дөп басып, бірнеше секундта қарсыласын тосыннан ұстап алды. Айдаһар мен Марс қаптарға салынған шөпті оның үстіне лақтырып, тұншықтырып, бір жола көзін жойды. Біраз уақыттан кейін антиквариат сатушы қылмыскерлердің бүкіл тобы тұтқындалды. Марстың әкесі Айдаһардың әкесімен бірге жеңісті атап өтіп жатқанда, екеуі қаруларымен ойнай бастайды. Абайсызда зеңбірек атылып кетіп, үйдің қабырғасын қиратып алады. Мұны көрген Марстың әкесі мен Айдаһардың әкесі қатты ашуланып, оларды ұстап алып, қатты жазаламақ болды.